Сәлем достар, сұлу кеңес арнасына қош келдіңіздер. Сонымен достар, тағы да шоколадтың түрлеріне шолу жасайтын боламыз бүгін. Осындай Ritter Sport деген шоколадтың түрлерін қарастырамыз. Осы түрінен бастайық. Кукурузный хлопья. Ашып көрейік. Ішінде асты жағында осындай. Менің ойымша, енді бұл кукурузный хлопья болу керек. Астынан көрінеді екен. Қараңыздар, бұл жерде Ritter Sport деген жазу өте анық көрінеді. Бұл шоколадтардың басқа шоколадтардан айырмашылығы шаршы түрде барлығы. Қазір сындырайық. Мінекей кукурузный хлопья көрінеді ішінен. Қазір дәмін көрейік. Мінекей осындай кукурузный хлопья ішінен көрініп тұр. Қатырлақ, бірақ маған онша ұнамады. Кукурузный хлопья қосылған түрі көңілімнен аса шыққан жоқ. Әзірше алып қояқ, кейін бағаларын беретін боламыз. Келесі түрі бізде осындай, жай ғана сүтті шоколад. Мінекей көк түрі, қазір ішін ашайық. Сүтті шоколады өте әдемі. Маған бұлардың түрлері қатты ұнайды. Шоколады жалпы сапалы. Бұл немістердің шоколады. Мінекей бұның ішінде ештеңе жоқ, жай ғана сүтті шоколад. Қазір дәмін көреміз. Мінекей ішінде осындай. Жай ғана сүтті шоколад, дәмі өте тамаша, маған ұнады. Келесі түрі Ritter Sport марципан, қара шоколад. Қазір ішін ашайық, тамашалайық қандай болатынын. Қандай әдемі. Жалпы бұл шоколадтар, міне ішінде марципан осындай екен. Қазір дәмін көреміз. Бұл түрі онша қатты тәтті емес. Шоколады да қара, ішіндегі марципаны да өте тәтті емес, сол себепті тәттілігі орташа. Тәттіні аса жақсы көрмейтін жандарға өте жақсы кетеді. Міне ішінде марципан осындай көп, жақсы. Келесі түрі хрустящее печенье дейді. Көрейік. Жалпы бұл шоколадтар 1912 жылдан бері әйгілі. 1932 жылдан бері Ritter Sport деген атауы қолданыла бастады. Ой, қараңыздар, ішінде шынымен де печенье. Мінекей, дәмін көрейік. Мұнда шоколадтың дәмі ерекше. Өте жақсы екен, сапалы шоколады. Ішінде шынымен де печенье, шынымен де атауында көрсетілгендей қытырлайды. Өте жақсы. Ал келесі шоколадтың түрі осындай. Ақ қабығы бар. Сүтті шоколад, йогурт қоспасымен қазір бірге ашып көрейік. Барлығының жалпы түрлері бірдей. Мінекей. Ішінде осындай ақ түсті йогурт бар екен. Өте нәзік шоколад екен. Ұстағанның өзінде өте нәзік. Дәмін көрейік. Дәмі ерекше. Шоколады тәтті, ал ішіндегі йогурт тәтті емес. Тіпті сәл қышқылдау секілді. Тағы да дәмін көру керек. Ішіндегі йогурты сәл қышқылдау. Ерекше дәмі, бірақ маған аса ұнамады. Қайтадан бұл түрін алмаушы едім. Сонымен біз бүгін бұл шоколадтың 5 түрін қарастырып, дәмдерін тамашалап шықтық. Егер баға беретін болсақ,
онда маған ең ұнағаны ол жай осындай сүтті шоколад, ешқандай қоспасы жоқ, кәдімгі шоколад. Енді ол бұл менің ғана талғамыма сай шығар. Мен жалпы шоколадтарда жаңғақтан басқа қоспаларды аса жақтыра көрмеймін. Сол себепті маған ең бірінші орында 10-нан 10 деген бағамен сүтті шоколад алдыға бірінші орынға шықты. Екінші орында мынау түрі, яғни печенье қосылған. Жақсы. Несімен ұнады? Шоколадының дәмі өте жақсы, нәзік. Жазылып тұр, печеньесі, қытырлақ печеньесі бар деп. Дәл сондай қытырлақ печеньесі бар. Шоколады өте жақсы. Маған ұнады. Екінші орын осы 3 түріне беремін. Және осы 3 түрі қалды. Маған аса ұнай қоймады. Ең соңғы орыннан бастайық. Ең соңғы орын бұл йогурт қосылған түрі. Онша ұнаған жоқ, себебі йогуртты қышқылдау маған өте ерекше болып көрінді. Сырты тәтті шоколады, ал ішіндегі йогурт тәтті емес. Сондықтан да бұл ең соңғы орында. Содан соң екінші бұл осы түрі, яғни кукурузный хлопья қосылған түрі. Хлопьялары тым қатты, аса ұнаған жоқ. Және марципан қосылған түрі да онша ұнамады. Мінекей, іші осындай. Достар, осымен бұл шоу аяқталды. Бүгінгі бірінші орынға ие болған және қабығы осылай әдемі емес болып жыртылған түрі жай ғана қарапайым сүтті шоколадтары. Келесі видеода қандай шоколадтарға, қандай тәттілерге шолу жасау керек екендігі жайлы маған міндетті түрде ойыңызбен бөлісіңіздер. Осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.